Сәлеметсіздер ме, менің оқушыларым. Бүгін біз қазақ тілінде жиі және көп қолданылатын сөздерді және сөз тіркестерін үйренетін боламыз. Қалай болса, кеттік. Бүгінгі біздің бірінші сөз тіркесіміз ол сен ағылшынша білесің бе? Егер сіз Қазақстанға келетін болсаңыз, қазақ тілін онша жақсы сөйлей алмайтын болсаңыз, онда сіз ағылшынша білесің бе сөзін қолдансаңыз болады. Do you speak English? Асықпа. Егер сіз досыңызға бір жұмысты жасап берші деп сұрайтын болсаңыз, және де сіз ол досыңызға ол шаруаның асығыс емес екенін асықпа деген сөзбен білдірсеңіз болады. Асықпа. Take your time. Құттықтаймын. Егер сізде немесе сіздің досыңызда керемет бір қуанышты жағдай болатын болса, онда сіз құттықтаймын сөзін пайдалансаңыз болады. Құттықтаймын. Congratulations. Қалжыңдап тұрсың ба? Қалжыңдап тұрсың ба? Are you kidding? Егер сіздің досыңыз сіз сенбейтін бір жаңалықты айтатын болса, сіз оны қалжың деп ойлап қалсаңыз, онда сіз қалжыңдап тұрсың ба? Қалжыңдап тұрсың ба? Деп сұрасаңыз болады. Егер сіздің әпкеңіз сізден бір кеңес сұрайтын болса, егер сіз оған көмектесе алмасаңыз, ол шешімді өзі шығару керек деп ойлайтын болсаңыз, онда сіз өзің біл сөзін пайдалансаңыз болады. Өзің біл. Up to you. Келесі сөз хабарласып тұр. Егер сіз бір адаммен үнемі хабарласып тұрғыңыз келсе, онда сіз ол кісіге хабарласып тұр сөзін айтсаңыз болады. Keep in touch. Келесі, ешкім білмейді. Ешкім білмейді. Егер бір жағдайда ешкім білмейтін болса, ол туралы сізге досыңыз айту мүмкін. Бұл жағдай туралы ешкім білмейді. No one knows it. Егер сіздің досыңыз немесе танысыңыз ауырып қалған жағдайда, сіз көңілін сұрағыңыз келсе, онда тәуір болып қалдың ба сөзін пайдалансаңыз болады. Тәуір болып қалдың ба? Are you feeling better? Келесі сөз осы қалпыңнан тайма. Егер сіздің досыңыз бір керемет жетістікке жетіп, жақсы жұмысты жасап жатса, сіз оны мақтап-мадақтау үшін және де сол бір жұмысын қалдырмай үнемі жалғастырғанын қаласаңыз, онда осы қалпыңнан тайма сөзін пайдалансаңыз болады. Осы қалпыңнан тайма. Keep it up. Айтайын дегенім. Айтайын дегенім. Егер сіз бір сөйлемді айтып, ол айтқан сөзіңізді сізбен сөйлесіп отырған адам түсінбей қалса, онда сіз келесі сөйлемді айтайын дегенім деген сөйлеммен бастап, ары қарай түсіндірсеңіз болады. Айтайын дегенім. I mean. Не айтып жатыр едік? Мысалы, сіз досыңызбен сөйлесіп отырсыз, тағы да жаныңызға бір адам келіп, сіздердің әңгімелеріңізді бұзып, өздерінің әңгімелерін айтып, содан кейін кетіп қалса, сіз досыңызға айтасыз. Не айтып жатыр едік? Where were we? Қалай еді? Қалай еді? What is it called? Сіз мысалы бір сөзді әңгіме айтып отырған кезде, бір заттың атын ұмытып қалсаңыз, сол сөзді ойыңызға түсіргенше, қалай еді сөзін пайдалансаңыз болады. Қалай еді? What is it called? Жолың болды. Жолың болды. Lucky you. Егер сіздің жолыңыз болып кетсе, немесе досыңыздың жолы болып кетсе, онда жолың болды сөзін айтсаңыз болады. Жолың болды. Lucky you. Қош, чынба? Қош, чынба не? Really? Бұл сөз өте көп қолданылады. Егер сізге бір адам жаңалық айтатын болса, сіз оған сенбесеңіз, онда қош, чынба не? Сөзін пайдалансаңыз болады. Яғни бұл really? 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 Қош, чынба не? Білесің бе? You know? Білесің бе? Бір әңгімені бастамас үшін
сіз білесің бе сөзін пайдалансаңыз болады. Мысалы, білесің бе, кеше мен сыйлық ұтып алдым. Содан кейін сіздің досыңыз айтады, қош, шын ба не? Құттықтаймын, керемет қой мынау. Осылай диалог кете береді. Бір хабарын бересің ғой. Егер сіз бір адамнан хабар күтіп отырсаңыз, және де бүкіл жаңалықты сізге айтып отырған, жеткізіп отырған қалайтын болсаңыз, онда бір хабарын бересің ғой сөзін пайдалансаңыз болады. Бір хабарын бересің ғой. Let me know. Let me know. Әкелбесті. Әкелбесті. Егер сіз қатты қуансаңыз, егер сіз досыңызбен бұлай жасағыңыз келетін болса, онда әкелбесті сөзін айтасыз. Әкелбесті. Мен саған қайта хабарласам. Мен саған қайта хабарласамын. I will call you back. Егер сіздің қолыңыз босамай жатса, және сізге бір маңызды біреу хабарласып қалатын болса, онда сіз мен қайта хабарласамын деп айтсаңыз болады. Бір минут күте тұршы. Бір минут күте тұршы. Wait a minute. Егер сіз телефонмен сөйлесіп жатып, бір шұғыл жағдай туындап қалатын болса, онда сіз айтасыз, бір минут күте тұршы, қазір келем деп айтсаңыз болады. Wait a minute, I'll be back. Ештеңе етпейді. Ештеңе етпейді. Never mind. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабақ сіздерге өте пайдалы болды деген үміттемін. Егер сіздер менің каналыма жазылмасаңыздар, барып жазылыңыздар, лайк басыңыздар және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі сабақтарда көріскенше сау болыңыздар. Біздің сабағымыз әкелбесті. Әкелбесті. Кетші. Сәл мен каналыма жазылған жоқсыз ба не? Қойыңызшы. Бар мұнда жазылсаңыз не істеп отырсыз?